snowing. Не болды? It is snowing. Бұл ғасырдан аса тарихы бар Қызылорда облысындағы номері 6-шы Мұхаммедқали Сужиков атына берілген орта мектеп 1905 жылы құрылып, 2006 жылдан бастап жаңа ғимаратқа көшті. Бүгінде білімді ұрпақ тәрбиелеп, облыстағы белді оқу ошағына айналып отыр. 2017 жылы сәуір айында біздің мектебімізге Мұхаммедқали Әленұлы Сужиковтың аты берілді. Қазіргі таңда біздің мектебімізде 800-ден аса оқушылар 39 сынып комплектте оқуда, және бұл балаларға 100-ден астам мұғалімдер білім беруде. Бұл мұғалімдердің арасында 23 мұғалім жоғары санатты, 27 мұғалім бірінші санатты және 24 мұғалім екінші санатты мұғалімдер болады. Әр жас мұғалімге жоғары санатты мұғалімдер тәлімгерлік жасап, өздерінің тәжірибесімен бөліседі. 2017 оқу жылы біздің мектепті бітірген түлектеріміз ұбт нәтижесін жақсы көрсетіп, қазіргі уақытта әр қалаларда жоғары оқу орындарында оқуда. Оның ішінде қазіргі уақытта біздің түлектеріміз, 12 түлегіміз Ресей елінде, Мәскеу қаласында және Санкт-Петербург қаласында жоғары оқу орындарында білім алуда. Қазақ елі қашанда өзге ұлт пен ұлысты сыйлай білген және әрдайым құшақ жайып туыстас бола білетін халық. Сөзімізге дәлел осы білім ошағында бірнеше өзге ұлт өкілдері бар. Олардың ішінде орыс, кәріс, украин, қытай секілді түрлі этностардың балалары. Бұдан өзге мектеп жанынан балауса шағын орталығы жұмыс жасап тұр. 75 орынға арналған балаларды тәрбиелеу орталығында қазірде 50 бүлдіршін тәлім алып жатыр. Балабақшамызда мамандарымыз, тәрбиешілеріміз біздің өте жан-жақты, барлық өрлеу, жаңағы Назарбаев зияткерлік мектептеріменен, бәрі орталықтармен, қалалық білім бөлімімен біз альянста отырамыз әрқашанда. Және тәрбиешілеріміз 4 тәрбиеші бар қазіргі таңда. Тәрбиешілеріміздің жоғары санатты тәрбиешіміз бар, Сақтағаны бар, Роза. Екінші санаттағы тәрбиешілеріміз бар. Шағын орталықтан балаларымыз қазір 10-шы, 11-ші сыныптарға келіп жатыр, алды. Біз енді болашақта ойлаймыз, осы біздің балаларымыз біздің жолымызды қуып, өзіміздің осы өркениетті, өзіміздің еліміздің, осы туған жердің тұғырын көтеріп, осындай білім салаларына оқуға түсіп келіп жатса, біз осы мамандарды өзіміздің балабақшамызға алып, ары қарай бір-бірімізбенен тікелей байланыста болсақ деген ойдамыз. Химия, биология, информатика кабинеттері соңғы жылдағы заманауи технологиялармен жабдықталған. Әлеуметтік жағынан аз қамтылған оқушыларда бір мезгіл тегін аспен қамтылған. Мұнан өзге балалар бос уақытында түрлі конкурстар мен жарыстарға қатысып, жүлделі орындар алып жүр. Мен Ақтөбе қаласында өткен Мұқағали мәңгілік ғұмыр республикалық көркемсөз оқуында бас жүлдені қанжығама байладым. Қарлығашым, келдің бе? Қаршығадан саумысың? Аман есен жеттің бе? Айыр қайрық науғысың. Оралдың ба тағы да? Өзің өсткен яғы. Оралдың ба сүйіктім? Екеуіңде бар мысың? Қарлығашым, бұл қалай? Қайда кеткен серігің? Зияны жоқ зиялым. Өкпелетті сенігім. Сынықты сүйіктім. Сынықты, айт бенді. Мен де республикалық көркемсөз байқауларына қатысып, жүлделі орын иелендім. Солардың бірі сіздерге үзіндіні оқып берейін. Айналғанда аядай қала шықты. Алдымыздан кішкентай ана шықты. Қырда тұрған құлынды мәпелейді. Мәпелейді біресе ұрысы. Міне бұл талапты да талантты жас ұрпақ, тарихы тереңде жатқан қасиетті мектептің осындай өреңдері еліміздің іргетасын қалайды. Себебі болашақтың кілті жастарда. Қызылордадан Мая Қожабай, Нұрсұлтан Ескендір, білім айнасы үшін.